Драма мейірімді ақкөңіл қыз Асукадан басталады. Оның арманы мектеп мұғалімі болу. Оқуды бітірген соң, аға мұғалім демалыста кеткенге, ол ақыра осы арманын жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Енді ол сабақ беретін сыныпта Сагами Сага есімді жігіт бар. Ол өте сымбатты әрі көрікті. Бірақ оның назары оқудан гөрі ән айтуға көбірек ауады. Себебі музыка оның құштарлығы. Асука сыныпта өзінің есімінің мағынасын түсіндіргенде, яғни қурағанды қайта гүлдендіру екенін айтқанда, Сага оның есімінің мағынасына да осы мұғалімге де қатты ұнайды. Үзіліс кезінде Асука барлық сыныптарды тексеріп жүргенде, түнде музыка сыныбында Саганың жасырын түрде жаттығып жүргенін байқап қалады. Ол мұнда түнде не істеп жүргеніне таң қалады. Бірақ ол одан ештеңе сұрап үлгермей тұрып, Сага қорқып террасадан секіріп қашып кетеді. Асука оның бұлай істегеніне қатты таң қалады. Бірақ Сага диктофонын сол жерде ұмытып кетеді. Ал Асука оны қосып, оның музыкасын тыңдайды. Дауысы мен ән мәтіні оның жүрегіне әсер етеді. Жолда Сага өзі үшін өмірінен де қымбат диктофонын ұмытып кеткенін есіне алады. Сол себепті ол мектепке қарай жүгіріп, мұғалімнен ұрыс естимін деп ойлайды. Бірақ Асука оны жігерлендіріп, әнін мақтап, сол әнді өз алдында орындауын сұрайды. Сага мұны естігенде қатты қуанады. Өйткені алғаш рет біреу оны осылай қолдап отыр. Асука оған: "Мен сенің арманыңа қатты қуаныштымын, және сен арманыңды қуып, оған бар күшіңді салғаныңды қалаймын" дейді. Енді оқиға 4 жылға алға жылжиды. Асука енді мұғалім емес. Ол әкесімен бірге фургон ресторан жүргізеді. Біз әкесінің жігіті оған ұсыныс жасап жатқанын көреміз. Тойдан кейін Асука әпкесінің күйеуімен бірге тұрғысы келмеді. Сондықтан көшіп кетуге шешім қабылдайды. Оның жолы болып бір жарнаманы көреді. Бір үйге тегін тұру, тегін тамақ және жақсы жалақысы бар қызметші керек екен. Асука мұны көріп қатты қуанып, бірден өтініш береді. Бірнеше күннен кейін Асука жұмысқа тұрған сол үйдің алдында тұр. Сол жерде ол ойын-сауық компаниясының менеджері Кинжимен кездеседі. Ол оған жұмыстың мән-жайын түсіндіреді. Бұл үй өсіп келе жатқан ұлдар тобына тиесілі. Онда 7 сымбатты әрі сәнді поп жұлдыз тұрады, және олар компаниямен келісімшартқа отырған. Кинжи Асукаға өсімдіктерге қарау, кір жуу, тамақ және тазалықпен айналысу керек екенін түсіндіреді. Таңғы ас сағат 7:00-де, ал кешкі ас 18:30-да дайын болуы керек. Асука ұлдардың бөлмелерінің жағдайын көріп, қатты таңғалады. Кинжи оны ескертеді. Бір ереже бар. Топ мүшелерінің ешқайсысына ғашық болуға болмайды, әйтпесе жұмыстан шығарыласың. Содан кейін біз бұл топтың жетекшісі Сага екенін көреміз. Бірақ қазір олардың тобының танымалдығы жақсы емес. Олармен бірге Чани атты басқа бір топ өте танымал болып кеткен, ал Сага жетекшілік ететін бұлым тобы артта қалып қойған. Осыған байланысты Сага қатты күйзелісте жүреді. Топтың жетекшісі болғандықтан Сага барлық топ мүшелеріне жауапты, сондықтан ол көбіне дөрекі әрі қатал мінез көрсетеді. Енді Асука жұмысқа кіріскеннен кейін, Сага үйге келгенде үйде жағымды өзгеріс барын байқайды. Барлығы тап-таза, үйдің іші жып-жинақы. Асука асханада тамақ дайындап жатыр. Екеуі бір-бірін танып қояды. Дәл сол сәтте Асука Саганың үстіне құлап кетеді. Екеуі де қатты таң қалады. Дәл сол кезде топтың қалған мүшелері де келіп, Сага үйге қыз әкелді деп қате ойлап қалады. Асука түсіндіреді: "Мүмкін, менеджер сіздерге айтпаған шығар. Мен сіздердің жаңа қызметшілеріңізбін." Сосын ол өз жайында айтып береді. Сосын топ мүшелері оның көзінше жейделерін шешіп тастағанда, Асука өзін өте ыңғайсыз сезінеді. Басқа жігіттердің бәрі дұрыс мінез көрсетті, бірақ Сага сәл дөрекі әрі үндемей жүрді. Асука оның арманы орындалғанын құттықтайды, бірақ ол оған ұрсып: "Мен сені кім екеніңді есімде жоқ, әрі маған ешқандай қызметші керек емес" дейді. Асука оның неге бұлай дөрекі сөйлегенін түсінбейді. Сосын Сага өз бөлмесіне барып, түннің бір уағына дейін ән мәтінін жазумен айналса. Келесі күні Асука онымен сөйлеспек болғанда, ол оны елемейді. Сонда Асука оған: "Мен сенің алғашқы әніңді әлі есімде сақтап жүрмін." Оны алғаш естігенде қатты ұнаған еді дейді. Бірақ мұны естігенде Саганың көңіл күйі одан сайын нашарлап, таңғы ас ішпестен кетіп қалады. Барлық топ жігіттері кеткен соң, сол жерге музыкалық компанияның менеджері Тринити келеді. Ол Асуканың жұмысын тексеріп, кейін оны кеңсеге алып барады. Өйткені бүгін Асука барлық топ жігіттеріне түскі ас дайындаған еді. Сол жерде Асука топтың дайындалып жатқанын көреді. Олардың өнерін көріп, ол қуанып, қол шапалақтай бастайды. Бірақ Сага оған: "Бала сияқты қылық жасама. Бұл жетілмеген көрінеді" дейді. Себебі Сага бұл адамдардың ерекше ештеңе істемегенін сезінеді. Ол Асукадан жас болса да, одан әлдеқайда ересек әрі ақылды еді. Дәл сол кезде компания президенті келіп, топ мүшелеріне жағымсыз жаңалық айтады. Олардың өнері жақсармай жатыр, сондықтан 6 айдан кейін келісімшарт жаңартылмайды. Мұны естігенде бәрі мұңайып қалады. Асука топты жігерлендірмек болады, бірақ Сага оны тыныштандырады. "Сен бөтенсің. Өз ісіңнен айналыс. Кейін біз топтың ішінде кейбір ішкі мәселелері бар екенін білеміз.
Олар сагаға ренжіген еді, себебі топтың 8-ші мүшесі кетіп қалған, ал бәрі оның себебі сага тым қатал болғандықтан деп ойлады. Сосын Асука сагаға барып, әлі 6 ай бар, егер сендер тырысып еңбек етсеңдер, бәрі жақсы болады дейді. Бірақ сага оның сөздерін пайдасыз деп санайды. Ол оны мазақтап, сен мені жігерлендіріп жатырсың ба? Өз арманыңнан бас тартып, күтуші болған мұғалім дейді. Бұл сөзгер Асукаға ауыр тиеді, бірақ ол үндемей қалады. Флешбек кезінде сага өзінің мұғалімі Асукаға қатты бауыр басып қалғаны көрсетіледі. Сосын, ол алғашқы келісім шартын алған кезде, ең алдымен осыны Асукаға айтуға барады, бірақ оның мектептен кетіп қалғанын біледі. Оны естігенде сага қатты қайғырады. Әзіргі уақытта Асука оған, сенде талант бар. Сенің алғашқы әніңді естігенде мен оны бірден түсіндім. Сенде бар нәрсе ешкімде жоқ. Егер бүгін бас тартсаң, өмір бойы өкінесің дейді. Бұл сөзде саганың жүрегіне жетіп, оның жүзіне күлкі үйіріледі, әрі оған бір ой келеді. Содан кейін бәрі президентке барып, соңғы мүмкіндік сұрайды. Сонда президент 2 аптадан кейін Чанидің тірі концерті болады. Сол жерде сендерге 5 минут сахна уақыты беріледі. Егер көрермендерді таң қалдыра алсаңдар, келісімшартты жаңартуды қарастырамыз дейді. Топ мүшелері қатты қуанып, артық уақыт жұмыс істеп дайындала бастайды. Асука да оларға толық қолдау көрсетеді. Үй шаруасынан бөлек ол азық-түлік алуға да шығады. Содан кейін концерт болатын күні бәрі бірге алаңға барады. Асука мұндай үлкен залды көріп таңғалады. Чани тобы өте танымал болатын. Өздерінің өнер көрсетуінен бұрын олар Блом тобына сәттілік тілеп келеді. Содан соң ақыры Блом тобының өнер көрсетуі басталады. Ол өте керемет өтеді, және бүкіл көрерменнің жүрегін жаулап алады. Асука олардың өнерін көргенде қуаныштан көзіне жас келеді. Олардың менеджменті де таң қалады, себебі олар топтың осылай жақсы өнер көрсетеді деп күтпеген еді. Содан кейін Асука сага үшін қатты қуанады. Ол сагаға, мен сендерге жақсы бір нәрсе болады деп сенемін дейді. Бірақ сага, сен бала сияқты сөйлейсің. Ештеңе бірден өзгермейді дейді. Бүгін сага көңілді болды, сондықтан ол тобының мүшелерімен бірге моншаға барады. Сол жерде сага жігерленіп, жігіттер, уайымдамаңдар. Келесі 6 айда мен сондай әндер жазамын. Біз Жапониядағы ең үздік топтардың біріне айналамыз дейді. Біз президенттің де сол жерде екенін көреміз. Ол мұны естіп жағайды. Бүгінгі өнер көрсетулерім өте жақсы болды, бірақ келісімшартты жаңартатындай жақсы емес. Бірақ сага айтқандай, егер солай болса, мен келісімшартты жаңартуды ойлаймын. Ал егер 6 айдың ішінде стриминг видеосында бірінші орынға шықсаңдар, онда келісімшарт жаңартылады дейді. Оны естігенде бәрі қобалжып қалады. Өйткені бұл өте қиын тапсырма, бірақ Асука оларды жігерлендіреді. Бір жолы табылады ғой. Біраз уақыт бұрын Асука сагаға, менің жаңа арманым сені қайта гүлденгеніңді көру. Егер сенің тобың табысты болса, мен де табысты боламын деген еді. Оның бұл сөздері сагаға әсер етеді. Содан кейін ол сүлгісін Асуканың бетіне жауып, «Уәде беремін. Сенің арманыңды орындау үшін барымды саламын» дейді. Осыны айтып, ол сыртқа шығып кетеді, бірақ Асуканың жүрегі қатты соға бастайды. Ол сол жерде тұрып, бақытты күйде қалады, ал сыртта сагада жымиып тұр. Сосын біз Асуканың әлгі жігіттерге қатты бауыр басып кеткенін көреміз. Ол тіпті телефонына Блом тобының суретін қағаз етіп қойған. Оларға бірге тұру Асуканың көңілінен шықты. Әсіресе сага болғанда, ол оған көп жағымды энергия берді. Сага өте татымды еді. Келесі күні қоқысты шығаруға бара жатқанда, ол сага оның бетіне сүлгі жауып, әлгі сөзді айтқан сәтті есіне алады. Жұмыс істеп жүріп, осы көріністі ойлап, жымиып қалады. Дәл сол кезде сага оны көріп, қоқыс жинап жүріп, неге сонша бақытты деп ойлайды. Асука оның қасына барып, әлгі әңгімені тағы да есіне салады. Мұны естігенде сага ұялып қалады, бірақ қобалжып, сен жынсың ғой дейді. Бірақ шын мәнінде Асука сага үйіне көшкеніне қалай қуанып жүрсе, сага да оның келгеніне сондай қуанышты еді. Келесі көріністе, сага таңғы асты өзі дайындап жатқанда, Асука оның дәстүрлі тағамдарды ұнатпайтынын, батыс асханасын жақсы көретінін біледі. Және ол тамақ дайындауда да өте шебер болатын. Асука оның ұнататын және ұнатпайтын нәрселерін жазып алады. Сосын жігіттер президент берген тапсырманы есіне алады. Ең үздік стример болу керек. Бұл өте қиын еді. Олар қобалжып, біз мұны істей аламыз ба деп ойлайды. Сол күні Асука келісімшартқа қол қою үшін кеңсеге барады. Президент топқа қатал болса да, Асукаға жылап қабақтан тартады. Сұхбат барысында Асука президентпен бәстеседі. Блом тобының жанкүйерлері, яғни Бломings азайып бара жатыр дейді. Сонда Асука, мен сізге 2-3 күнде көп жанкүйер жинап беремін дейді. Президент бұған риза болады. Бірақ сыртқа шыққан соң, мен қызу сәтте бәстесіп қойдым. Бірақ мыңдаған адам жинау оңай емес қой деп ойлайды. Сосын Асука қайта оралады. Ал жігіттердің фотосессиясы өтіп жатыр. Сага әртүрлі костюмдерде өте сымбатты көрінді. Бірақ Асука келгенін көргенде ұялып, тығылып қалады. Жігіттер костюмдерді қабылдамайды. Сосын оларға жаман бала стигін береді, бірақ ол да ұнамайды.
Асука оларға қарапайым күнделікті стиль беруді ұсынады. Бұл идея бірден ұнайды. Блоун бойз көк түсті киімдермен және гүлдермен суретке түседі. Бұл өте керемет көрінеді. Бірақ сага күйзеліске түседі. Өзін 6 айда дәлелдеу қиын болды. Ол енді бұдан да қатал болатынын жариялайды. Ол жігіттерге қатаң жаттығу мен диета жоспарын береді және тамақтану жоспары үшін Асуканың нөмірін бөліседі. Жігіттер күні бойы жаттығып, жүгіріп жүреді. Ал сагаға байланысты олардың өмірі қиындай түседі. Сага да оларды жаттықтырудан шаршайды. Әрі ән мәтінін жазғанда ешқандай ой келмейді. Тамақ жағынан жігіттерге тек тауық еті мен көкөністер ғана беріледі. Сондықтан бір күні Асука бәріне жасырын түрде брауни береді. Бірақ сага олардың алдап жатқанын көріп ашуланады. Сонда топтың бір мүшесі оған қарсы шығып, сіз тым қаталсыз дейді. Ал сага ашуланып, сыртқа шығып кетеді. Асука оның артынан барып түсіндірмек болады. Бірақ ол, сен бұған араласпауың керек дейді. Асука жауап береді. Топты жақсарту менің міндетім. Сага, сен қызметшісің. Өз ісіңмен айналыс дейді. Бірақ Асука, бұл да менің міндетімнің бір бөлігі дейді. Сосын топтың бір мүшесі Асуканың алдында шын ақтара. Ол оған, топ мүшелері тек әріптестерім емес, олар менің достарым да. Бірақ 8-ші мүшеміз Саганың қаталдығынан кеткенде, бәріміздің көңіліміз түсіп кетті дейді. Содан кейін жақсы жаңалық келеді. Асука жергілікті фестивальде 10 минутты өнер көрсетуге мүмкіндік ұйымдастырды. Жігіттер де Сагада бұл ұсынысты қабылдайды. Сага Асукеге, егер сен брауни пісірсең, онда алдауға рұқсат дейді. Фестивальге дайындық үшін жігіттер көп жаттығады. Асука олардың жарнамасы үшін бар күшін салады. Фестивальдің алдындағы күні ол клубтар мен қоғамдарға барып кешіп қалады. Сага оған алаңдай бастайды. Ол Асуканы іздеуге шығады. Ол Асуканы қоғам жиналысында мас болып, блоунды жарнамалап жүргенін көреді. Ал басқалар оны қуана тыңдап отыр. Содан кейін Сага мас Асуканы арқасына мінгізіп үйіне апарады. Жолда Асука оның иығына сүйеніп ұйықтап қалады. Фестиваль күні блоунның аты афишада жоқ болғандықтан қобалжу пайда болады. Оның орнына маскот шоуы деп жазылыпты. Асука бұл түсінбеушілік үшін бәрінен кешірім сұрайды. Ол фестивальге дайындықпен айналысады. Өзі де маскот болып киініп, сол жерде тұрады. Нарықта адамдар жігіттерді көре сала, оларды бірден таниды. Блоунның плакаттары мен аксессуарлары көзге түседі. Дүкен иелері оларға жылы лебіздерін білдіреді. Жігіттер Асуканы Донус костюмінде деп ойлайды. Бірақ кейінірек маскоттың ішінде Асуканың өзіне көмектесуге келген Сага екені белгілі болады. Содан кейін жігіттер жануарлардың костюмінде поп өнер көрсетіп, ол интернетте тез таралып кетеді. Келесі көріністе Сага Асуканың қасында өз уайымын бөліседі. Ол жақсы ән жаза алмай жүргендіктен топты артқа тартып жатырмын деп ойлайды. Асука оған, неге бәрін өзіңе жүктейсің? Басқаларға сенім арт деп түсіндіреді. Дәл сол сәтте топтың қалған мүшелері мұны естіп қалып, біз бір топпыз. Бірге көтерілеміз, бірге құлаймыз дейді. Әрбір қатысушы өзіне жауапкершілік алады. Хореография, менеджмент, тәртіп, тамақтану бәрі Сагаға ән мәтінін уайымсыз жазуға мүмкіндік беру үшін. Сага алғаш рет мәселесін бөліскен соң жеңілдік сезінеді. Ал бұрын Сагамен ұрысқан топ мүшесі де онымен татуласып, олар нағыз командаға айналады. Енді Асуканың бақыты топтың бақытымен тығыз байланысты. Кейін Сага Асуканың қасына жеке келіп, оған алғаш рет алғыс айтып кешірім сұрайды. Олардың маскоттық өнері әлеуметтік желілерде кеңінен таралып кетеді. Адамдар маскот киіміндегі Саганы сымбатты деп атап жатыр. Содан кейін жігіттер тұрақты түрде тікелей эфирлер өткізуге шешім қабылдайды. Бірақ осы кезде екі қиындық пайда болады. Біріншіден, Асуканың әпкесі келеді. Оны күйеуі алдап кеткен, ол жылап отыр. Дәл сол уақытта компанияның ең қатал менеджері келеді. Ол бұрынғы менеджердің орнына келген. Ол бұрын Чанидің менеджері болған. Енді Блум тобының менеджері болып тағайындалды. Мұны естігенде бәрі таң қалады. Жігіттер қуану керек пе, қайғыру керек пе деп шатасып, ыңғайсыз жағдай туындайды. Сосын олардың бұрынғы менеджері Кинджи келеді. Ол бәріне Косакаға жоғарылау берілгенін, енді оған ең қиын тапсырма Блум тобын басқару жүктелгенін айтады. Енді Косака өзін мақтап, мен Чаниді нөлден батырға айналдырдым, енді сендерді келесі Чани етемін дейді. Сосын Асуканың әпкесі жылай бастайды. Асука әпкесінің келуіне Сага қарсы болуы мүмкін деп ойлайды. Ол әпкесінің мұңды әңгімесін тыңдап, сенің осында қалуына жігіттерден рұқсат алуың керек дейді. Сосын ол итті серуенге шығарғанда Саганың иттерден қорқатынын біледі. Асука оған итпен дос болу үшін серуенге шығуды ұсынады. Ол өте қуанышты, өйткені Блум тобының бағы ашылып жатқан еді. Алдымен маскот туралы видео вирус сияқты тарады. Тікелей эфир жақсы өтіп жатыр. Енді ең үздік менеджер де табылды. Ол Сагадан әпкесінің бірнеше күнге осында қалуына рұқсат сұрайды. Ал Сага келіседі. Келесі күні әпкесі Асуканың мойнындағы жүктің қаншалықты ауыр екенін көріп таң қалады. Жігіттер кішкентай балалар сияқты тіс пастасынан бастап сүлгіге дейін бәрін Асукадан сұрайды. Косакадан мұны байқайды. Келесі күні таңертең келіп Асукаға өз ойын айтады. Бұлар мектеп оқушылары емес қой, сонша қамқорлық көрсететіндей.
олар саған тым тәуелді болып кеткен. Бұл сенің кінәң емес, бірақ сен де бұған себепкерсің. Мысалы, Чаниге қарашы. Олар бәрін өздері істейді. Оларда қызметші де жоқ. Сага мұның бәрін жасырын тыңдап қалады. Кешке жігіттер қайтып келгенде, Асука олардың өзгергенін байқайды. Басака оларды Чани тобына апарған. Сонда олар Чанидің қалай өз істерін өздері атқаратынын, қаншалықты тәуелсіз екенін көрген. Сол себепті жігіттер енді жұмысты өзара бөлісіп істей бастайды. Асукаға бұл сәл ауыр тиеді, бірақ бұл жақсы нәрсе. Бізге дәл осындай рух керек дейді. Келесі күні Асука жігіттердің таңғы асты өздері дайындап, демалыс бөлмесінде тазалап қойғанын көреді. Жігіттер кеткен соң Тринити келеді. Ол Косаканан қорқып, жасырын түрде. Егер жігіттер өздері басқара бастаса, сенің жұмысың не болады дейді. Бірақ Асукаға жұмысы маңызды емес еді. Шама уақыттан кейін топтың бір мүшесі Асуканы сыртқа шақырады. Ол одан азық-түлік жұмысы туралы сұрайды. Сондай-ақ ол оларға жұмысты қалай бөліп алғандан кір жуу, тазалау және тамақ дайындауды кім жасайтынын айтып береді. Содан кейін Косака оларды маскот костюмдерін киіп фотосессия жасауға мәжбүрлейді. Бірақ Сага қарсы шығып, біз қашанға дейін маскоттардың артында жасырынамыз дейді. Бірақ Косака, сендер бұйрыққа бағынуларың керек дейді. Содан кейін жігіттерге сұхбат беріледі, және олардың көрермен саны 50%-ға артады. Косака оларға 5 күнде 5 видео түсіруді тапсырады, және әндер мен хореографияны айтып береді. Сагада мәселе туындайды. Ол мен басқа біреу жазған әндерді айтпаймын дейді. Бірақ Косака оны келісуге мәжбүрлейді. Ол санға мән беріңге дейді. Бірнеше күнден кейін Косака жігіттердің өз бетімен жұмыс істей бастағанын байқайды. Үй таза, енді Асукаға көп жұмыс істеудің қажеті жоқ. Ол оларға, ертең сіздердің үйлеріңізде үлкен арнаның таңғы шоуы түсіріледі деп хабарлайды. Жігіттер қуанып, бірақ қобалжып, бүкіл үйді көрсетуіміз керек пе? дейді. Косака, әрине, бір мәселе бар ма дейді. Ол оларға өздерінің ерекше қимылдарыңды және дара қасиеттеріңді көрсетіңдер дейді. Асуканың әпкесі, мен жиналып жатырмын. Қажет болса, сен де менімен бірге кете аласың. Біз бұрынғы жұмысымызды қайта бастаймыз, ал мұндағы жұмысыңда аяқталады дейді. Содан кейін Асука итті соңғы рет серуенге алып шығады. Сага да онымен бірге барады. Ол оған, сен тағы да арманыңнан бас тартып жатырсың дейді. Асука жымияды. Сонда Сага, бәрін ақмақ сияқты күлкіңнің артына жасыра берме. Жұмысыңнан айырылып қалуың мүмкін. Бұл саған бәрібір ме? Ал бломның гүлдегенін көру арманың ше? Біздің қолдауымыз ше? дейді. Бірақ ол жауап беріп үлгермей жатып, Асукаға шұғыл қоңырау келеді. Осы уақытта үйде толықтай тәртіпсіздік болып жатқанын көреміз. Олар үйді жинамаған. Олар кірді жатын бөлмелердің бұрыштарына тығып тастаған. Кір жуғыш машина, ыдыс жуғыш, бәрі сынып қалған. Сұхбат үшін жатын бөлмені тазартқанда бүкіл заттарды қонақ бөлмеге әкеліп тастаған. Косака мұны көріп, сендер ешқашан Чани бола алмайсыңдар дейді. Асука ашуланып қалады. Олар Чани болмайды. Олар Бломның балалары. Оларды Бломның балалары болған үшін Чани болуға мәжбүрлеме. Тек бар күшін салуға тырыссын дейді. Сага Асуканың осы тәсілін ерекше деп санайды. Асука, әр адам әртүрлі. Оларға қолдау керек, мен оны беремін. Оларға тек өз талантын шыңдау керек дейді. Асука оларға сұхбатқа дайындалуды айтады. Асука мен оның әпкесі үйді жинауға жеткілікті еді, бірақ кенже досын көмекке жібереді. Сөйтіп үй тап-таза болып шығады. Сұхбат үшін Сага ұлдарға Чанидің атын атамаңдар. Біз Блом өз ісіміздің үздігіміз дейді. Олар үй тапсырмасын орындайды. Кім не айтады? Әзілді қалай қолдану керек? Бәрін ойластырады. Келесі күні жүргізуші Лиза келеді. Ол жасырын түрде Бломның жанкүйері. Сұхбат жақсы өтіп жатқанда кенет сырттан бір шу шығады. Асуканың жездесі әйелін көндіруге келген екен. Ол кешірім сұрап, сосын, сен үлкенсің. Мен басқа ешкімді таппаймын. Кек шыда дейді. Асуканың ашуы келіп, оған өз ойын айтады. Жездесі, сен қиналғанда мен әрдайым қасыңда болдым. Қателік болады. Кешірші мені дейді. Сол кезде жеті ұлдың бәрі Асуканы қолдауға келеді. Сага алға шығып, біз бос емеспіз. Сондықтан кеткенің дұрыс дейді. Косака мұның бәрін көріп, Блумға қызыға бастайды. Кейінжи, сұхбатқа әлі уақыт бар. Неге олардың биі мен өнерін көрсетпеске? дейді. Барлығы бұл ойды ұнатады. Тікелей эфир кезінде Косака үнсіз қалады. Сосын барлығының алдында кешірім сұрап, мен қателестім. Асука дұрыс айтады. Мүмкін мен тым қатал болған шығармын. Әркім әртүрлі. Мен әдісімді өзгертемін. Сендердің өсуіңе қалай көмектесемін деп ойланамын дейді. Жеке сөйлескенде ол Асукаға, мен алғаш келгенде, маған да оңай болмады. Сенен үйренгенім тек қатал болу жеткіліксіз, кейде күлімдеуде керек екен дейді. Қарындасының кететін уақыты келеді, бірақ Асука онымен бірге бармайды. Келесі күні таңғы аста ұлдар, бүкіл жұмысты өзіміз істемейміз, бірақ саған аздап көмектесеміз. Ыдыстарды жинаймыз, заптарды шашпаймыз, кір жууға да көмектесеміз дейді. Содан кейін Сага күні бойы сыртта болып, түнде кеш қайтады. Асука оған келеді. Ал Сага, егер бұл жебе нысанаға тисе, менімен кездесесің бе?
дейді. Бірақ ол лақтырғанда жебе сәл ғана мүлт кетті. Мұны көрген Саға жағайды ұмыт, бәрі бітті деп кетіп қалмақ болады. Сол кезде барлық ұлдар оны қоршап алады, өйткені олар бәрін жасырын тыңдап көріп тұрған еді. Олар жоқ, сенің жебең мүлт кеткен жоқ, өте жақын тиді дейді. Барлығы оны үйіне апарып, сұрақтың астына алады. Асука ұнайтынын қашаннан бері сезесің? Деп сұрайды. Саға тек бірақ жауап береді. Онда ештеңе жоқ. Ол маған ұнамайды. Сендер қате түсінгенсіңдер. Сосын ол бүкіл оқиғаны айтып береді. Өзі ән жазып, оны президентке тыңдатуға барғанын түсіндіреді. Президентке ән ұнаған, бірақ ол бұл әнді бірінші орынға шығаратындай ерекше ештеңе жоқ депті. Президент оған махаббат туралы ән жазуға кеңес берген. Саға ешқашан романтика туралы ойламаған, сондықтан зерттеу үшін кездесетін орындарға барғысы келген. Сол себепті оның ойында тек бір қыз болды, Асука. Ол тек зерттеу үшін ғана оны кездесуге шақырғысы келген. Асука мұны естігенде қатты таңғалады. Жеке қалған кезде топтың бір мүшесі Сағадан сұрайды: "Шыныңды айтшы, жүрегіңде Асукаға деген сезім жоқ па?" Саға мұны жоққа шығарады. "Мен оны ұнатпаймын да, жек көрмеймін де, мен бейтараппын. Мен кездесуді тек махаббатқа шабыт алу үшін ғана сұрадым." Күнде барлық ұлдар жатын бөлмеде жиналып, Сағаға махаббат әнін жазуға идея беру үшін өздерінің махаббат оқиғаларын айтады. Бірақ бұлар махаббат оқиғалары емес, жүрек жарасы туралы қайғылы әңгімелер еді. Сондықтан Саға ойлайды, мұнда отырудың пайдасы жоқ. Мен бұдан махаббатқа қатысты ешқандай ой ала алмаймын. Ол шатырға шығып, ән мәтінін ойластыра бастайды. Асқа оның көңілсіз екенін байқап, артынан шатырға шығады да: "Егер менің бөтелкем себепке түссе, менімен кездесуге барасың ба?" дейді. Саға таңғалады. Бөтелке себепке түссе, бірақ Саға ешқандай жауап бермей, тек "мен осы жұмада босмын" деп кетіп қалады. Жігіттер кеңсеге жаттығуға келгенде, Асқа оларға түскі ас әкеледі. Түскі ас дайындау оның міндеті болмаса да, ол бәрібір жасап әкелді. Ол Сағаға кейбір адамдардан кеңес алғанын және кездесуге зоопарк ең жақсы орын екенін айтады. Бұл жұптар үшін де үнемді нұсқа. Дәл сол сәтте Асқаның әпкесі келеді, оны Кусака шақырған еді. Ол Чанева тамаға келіп, оларға да біразын ала келген. Кусака Асқаға: "Жұмысқа кіріскеннен бері бір күнде демалған жоқсың ғой. Көңілім қаласа, бір күн демалып ал" дейді. Саға кездесудің егжей-тегжейін, яғни ол жерде не істеу керек екенін жасырын түрде зерттейді. Ақыры кездесудің күні де келеді. Саға өте сымбатты болып көрінді, бірақ бәрі ойдағыдай болмайды. Өйткені топтағы басқа жігіттерде демалыс күнін зоопаркта өткізу үшін келеді. Олар бұл зерттеу үшін жасалатын кездесу ғой, іздеп барайық деп ойлайды. Олар да көптен бері серуенге шықпаған еді. Сағаның көңілі түсіп кетті. Ол ешқандай романтикада, махаббатта сезіне алмады. Асука Сағаның көңілсіз екенін байқап, жігіттерге: "Кімге не қызық болса, соған барыңдар" дейді. Ол: "Мен де мұғалімін" дейді. Бәрі таңқалады. Ол: "Саға сендерге айтпады ма? Мен оның мектептегі мұғалімі болдым" дейді. Саға ұялып: "Сіз мұғалім болдыңыз ба? Жоқ па? Есіңде жоқ" дейді. Жігіттер әр жаққа тарап кетеді, бірақ біреуі әлі де олардан айырылмай жүр. Оны көргенде Сағаның көңілі одан сайын бұзылады да, ол сусын алуға кетеді. Әлгі жігіт Асқаға: "Сіз Сағаны музыка сабағында қолдаған сол мұғалімсіз бе?" деп сұрайды. Асқа таңқалады. Ол оған Асқаның өзі үшін ерекше адам болғанын түсіндіреді. Оның сөздері Сағаның диктофонында сақталған, және ол көңілі түскенде үнемі соларды тыңдайтын. Асқа Сағаның өміріне қатты әсер еткен. Саға қайтып келгенде осының бәрін естіп қалады. Құпиясының Асқаға жеткеніне ол ренжиді. Ол Асқаға: "Сен қатты өзгеріпсің. Мектепте басқаша едің, ал қазір қызметші болып, мүлде басқа адамсың" дейді. Асқа мұны естігенде көңілі түседі, бірақ Сағаның айтқысы келгені оның жақсы жағына өзгергені еді. Бірақ ол түсіндіріп үлгермей тұрып, достарының бірі жоғалып кетеді, бәрі оны іздеуге кетеді. Осы уақытта Чани тобы Асқаның әпкесінің тағамы туралы әлеуметтік желіде жазба жариялайды. Бұл оның тапсырыстарының көбеюіне себеп болады. Әпкесі фестивальде сауда нүктесін ашуға барады да Асқадан көмек сұрайды. Сондықтан Асқа 3-4 күнге демалыс алып, әпкесімен бірге кетеді. Саға оны қатты сағынады. Үй босап қалғандай сезіледі. Оған таңертең жақсы күн тілейтінде, таңғы ас дайындайтында ешкім жоқ, бірақ ол бұл сезімдерін ешкімге айтпайды. Басқа жігіттер бір-біріне Асқаны және оның таңғы асына сағынып қалдық дейді. Агенттікте Кусака: "Мен сендердің бәріңді түскі асқа қонаққа апарамын" дейді. Бірақ Сағаның көңілі жоқ, сондықтан ол сылтау айтып кетіп қалады. Үйге келген соң, Асқа аша алмай жүрген ас үйдегі шкафтың терезесін жөндеп қояды. Бұл оның үнсіз қамқорлығы еді. Досы мұны көріп, оған: "Сен де Асқаны сағынып жүрсің ғой" дейді. "Сол үшін терезені жөндедің ғой. Неге сезіміңді ашық айтпайсың?" Ол сөзге Сағаның жүрегіне жетеді. Ол Асқаның сауда орны тұрған фестивальге қарай жүгіріп барады. Асқа оны көріп таңғалады. Саға жүрегін ашып сөйлейді. "Сол күні сен қате түсіндің. Мен сені өзгердің деп айттым, бірақ жақсы жағына өзгердің. Сен бұрынғыдан да жақсы болдың. Басында мен сенен қорқатынмын. Сен менің идол болатыныма қатты үміт арттың, бірақ мен түкке тұрғысыз болып қалдым. Мен үшін сен кешеде ерекше едің, бүгінде ерекше адамсың." Ол алғысын білдіріп құшақтауды сұрайды.
Асука күмәндана жақындайды, бірақ құшақтағанда Саға оны қатты құшақтап қашып кетеді. Үйіне жеткен соң Саға шабыт тапқанын сезінеді. Ол түні бойы махаббат әнін жазады. Таңертең әні дайын болады, әрі Асуканың қайырлы таң деген дауысын естиді. Барлығы қуанышты. Асука Сағаға терезені жөндеген үшін алғыс айтады. Кешке шатырда жұмыс істеп жатқанда Саға келеді. Асука ол жаттығады деп ойлап кетуге ыңғайланады, бірақ Саға оны тоқтатып, мен ән жаздым, және бұл махаббат әнін ең бірінші саған айтқым келеді дейді. Ән керемет шықты, президент пен жігіттерге де ұнайды. Олар рейтинг жақсарады деген үмітпен әнді жазып алады. Бір қатысушы Сағадан, саған Асука ұнай ма деп сұрайды. Саға, мен тек оның мен үшін ерекше екенін білемін, енді мен бейтарап емеспін дейді. Ақыры топтың рейтинг нәтижесі жарияланатын күнде келді. Барлығының жүрегі қатты соғып тұр. Сосын олардың әні 87-ші орында екені белгілі болады. Рейтинг тым төмен еді. Барлық жігіттер мұңайып қалады. Уақыт аз қалғанын ойлап, біз қалай жоғары көтерілеміз? Қалай бірінші орынға шығамыз деп уайымдайды. Бірақ бәрінен үмітін үзбеген Асука еді. Ол әлі уақыт бар дейді. Біз тырысамыз, біз берілмейміз дейді. Кусака да дәл осылай ойлады. Ол мен бұл жігіттерді бірінші орынға шығару үшін барымды саламын дейді. Асука жігіттердің көңілі түсетінін білген соң, оларды қуантайын деп дәмді түскі ас әкеледі. Сол кезде Саға орнынан тұрып, әлі уақыт бар дейді. Біз берілмейміз дейді. Барлық жігіттер жиналып, рейтингті қалай көтеруге болатынын ойластыра бастайды. Олар келісімшартты ұзарту үшін соңғы допқа дейін күресуге шешім қабылдайды. Топтың бір мүшесі Сагамен бірге түскі асқа сусын алуға барады. Ол мәселе туралы сұрап, соңғы жолы не дедің, Асука саған ерекше дедің бе? Деп сұрайды. Оған ғашық бола бастадың ба? Дейді. Сага, мен ондай деп айтқан жоқпын. Мен тек енді бейтарап еместім дедім дейді. Ол Асука қайтып келген кезде құшақтасу туралы айтқанын есіне алады. Ол құшақтаудың сүйкімді әрі тәтті болғанын айтқан еді. Сага ұялып қалады. Бұл туралы ойлағанда әлі де қызарып кетеді, бірақ досына сонша қуанып қажеті жоқ қой. Мен әлі ешқандай алға жылжыған жоқпын дейді. Келесі көріністе Сага үйде уайымдап отырды. Сол сәтте бір топ мүшесі оған соқтығысып, күнделігі жерге түсіп кетеді. Сага күнделігінен әркімнің жақсы қасиеттерін жазып қойғанын көреді, олардың күшті жақтарын білу үшін. Бірақ өзінің атының астына ешқандай қасиет жазбаған екен. Сұрағанда ол, сендердің бәріңде жақсы қасиеттер бар. Мүмкін менде ешқандай қасиет жоқ шығар. Мен еш нәрседен жақсы емеспін дейді. Ол өзін басқа мүшелерден төмен санады, сондықтан өз күшті жақтарын көрмеді. Сол кезде Кусака үлкен жаңалықпен келеді. Олар алғашқы тірі концертін өткізетін болды. Онда екі ән айтады. Махаббат туралы мелоди әні мен алғашқы Come Again әні. Жігіттерге бұл жаңа өмір сыйлағандай болды. Бұл үлкен мүмкіндік еді. Егер концерт сәтті өтсе, олар бірінші орынға шыға алады. Барлығы қуанып, стратегия құра бастады. Хореография қалай өнер көрсету керек? Асука перформанс әнімен жұптық би идеясы ұсынады. Бұл барлығына ұнайды. Концертке аз уақыт қалғандықтан жігіттер бар күшін салып, жаңа қадамдар енгізеді. Дайындықтары керемет өтеді. Сонымен қатар, олар танымалдықты арттыру үшін тікелей эфирлер мен әлеуметтік желілерде белсенді болып қалады. Тікелей эфир кезінде бір пікірде Сагаға бір қыз ұнайтыны айтылады. Сагаға бірден Асука ойына келеді, бірақ ол үндемей қалады. Олар рейтингтерді тексереді. Жақсарғаны байқалады. Олар 6-шы орынға жетеді. Концертке 2 күн қалғанда бір қатысушы шамадан тыс жұмыс істеуден аяғын жарақаттап алады, бірақ ол мұны жасырып жүрген. Содан кейін жігіттерге концерт алдында сергек болу үшін демалуға кеңес беріледі. Олар моншаға барады, Сага да бірге болады. Үйге қайтып бара жатқанда сол қатысушының ауруы күшейеді. Бірінші болып Асука біледі. Ол уайымдап, осы аяқпен қалай өнер көрсетесің дейді. Ол бұл қорқыныштан ешкімге айтпайды, өйткені ешкімді ренжіткісі келмейді. Қалған жігіттер келіп, оны ауруханаға апарады. Дәрігер 2 апта демалуға кеңес береді, бірақ концерт ертең болатын. Ол өнер көрсете алмайтынына қайғырады. Сондықтан барлық достары қасына келіп, біз топпыз, командамыз дейді. Сен де сахнада боласың дейді. Олар, егер тұра алмасаң, біз отырып өнер көрсетеміз. Біз бірге өнер көрсетеміз дейді. Жігіттер үйлеріне барып, хореографияны өзгертіп, оны отырып орындауға бейім дейді. Концерт кешеде келіп жетеді. Көп адам жиналған. Олардың ішінде атақты Лиза да бар. Ол жасырын келіп тамашалауға келген. Жігіттер бұл өнер көрсетілін тікелей эфирде көрсетілетінін, тіпті президент те көретінін біледі. Олардың болашағы осы өнер көрсетуге байланысты. Олар сахнаға шығады, бәрі орындықтарға отырады да, топ мүшелерінің біреуімен оқиға болғанын, сондықтан хореография өзгертілгенін түсіндіреді. Өнер көрсету басталады. 2 әнге де қойылым керемет өтеді. Сага Асукаға қарап жымиып қояды. Сосын басқа жігіттер сол мүшеге оның күнделігін қайтарады. Онда оның жақсы қасиеттері 2 бетке жазылған. Мұны көргенде ол қуанып кетеді. Келесі күні рейтинг жаңартылады. Асука қорқып отыр. Тізім жоғары көтеріледі де, Melody 3-ші орында тұр. Мұны көргенде ол мұңайып қалады.
Сага қоңырау шалады. Ол ештеңе етпейді. Өмірім онымен бітпейді. Біз тағы да тырысамыз дейді. Бірақ Сага, рейтингті дұрыс қарадың ба? Дейді. Қайта қарап шыққанда, Асука Melody 3-ші орында болғанын, ал Come Again 1-ші орында тұрғанын біледі. Олар стриминг чарттарының басында тұрды. Олардың мақсаты орындалды. Сага, қазір сені көргім келеді деп үйге қарай жүгіріп келеді. Асука дайындалып, қақпаның алдында тұрады. Екеуі бетпе-бет кездеседі. Сага алға ұмтылады, бірақ үлгермей жатып, оның жанкүйер қыздарының бірі келіп, оны құттықтап құшақтайды. Оны көрген Асука қатты көңілі түсіп, ішке кіріп кетеді. Сага оның артынан барғысы келеді, бірақ кетер алдында жанкүйеріне: "Қарашы, мен саған ұнаймын, бірақ ол жағынан емес, сондықтан үміттенбе" деп анық айтады. Енді ол бірден Асукаға жүгіріп барып, бәрін түсіндіруге тырысады. Ол жүрегінде ешқандай қате түсініп болмасыншы дейді. Менің оған деген ешқандай сезімім жоқ. Ал сен қалыпты адам сияқты болуға тырыспа. Барлық жұмысты тастап, маған қарашы дейді. Ол барлық сезімін айтуға дайындалып жатқанда, дәл сол сәтте басқа жігіттер келіп, біз үйдеміз дейді. Барлығы Асукаға алғыс айтады, өйткені оларды жігерлендіруге оның үлесі өте зор болды. Енді блом басталғалы жатыр еді, сондықтан оларды көптеген сұхбаттар мен шоуларға шақыра бастады. Олар сондай-ақ көптеген концерттерге шақырылды, себебі олар стримингте 1-ші орынға шыққан топ болды. Енді олар біраз уақытқа үйлерінен кетуге мәжбүр болды. Кетерінде Сага Асукаға: "Арамызда аяқталмай қалған әңгіме бар еді, мен босап келгенде мені күт" дейді. Содан кейін бізге 3 ай осылай өткенін көрсетеді. Блом Жапонияда өте үлкен жұлдызға айналды. Кейде олар фотосессияларға қатысады, кейде журналдарға сұхбат береді, кейде бренд елшісі болады. Олардың келісім шарты жаңартылады. Ал Кусака: "Бұл аяқталу емес, бастау" дейді. Осы жерден Бломның дамуының жаңа тарауы басталады дейді. Телевизиялық сұхбат кезінде топ мүшелерінің бірі байқамай айтып қалады: "Біздің 8-ші мүшеміз, ол бүгінде арамызда болса ғой" деймін. Бірақ қалған мүшелер оны тыныштандырады. Осы жерде біз 3 ай бойы ең көп жұмыс істеген адамның Сага болғанын білеміз. Ол жаңа әндер жазумен айналысты. Асуканың уақыты көбіне бос болды, өйткені жігіттер жатақханаға сирек келетін. Ол жиі әпкесімен уақыт өткізетін. Әңгіме барысында әпкесі: "Сага, екеуіңнің қарым-қатынасың алға жылжыды ма?" деп сұрайды. Асука таң қалады. Кейін әпкесінің оларды құшақтасып тұрғанын көргенін біледі. Әпкесі: "Бұл өте сүйкімді құшақ болды" дейді. Бірақ Асука: "Бұл Блом үшін, әсіресе Сага үшін өте маңызды кезең. Мен оны алаңдаттым келмей. Одан бөлек, менің мәртебем қандай? Ол үлкен жұлдыз, ал мен жай ғана қызметшімін" дейді. Үйіне қайтып келгенде, ол үйінің сыртында жерге құлап, бүлінген тортты бөледі. Біраз уақыттан кейін бірнеше ол үйге қайтып келеді. Қалғандары кешігіп жатыр. Сосын Асука ұлдардың келесі өнер көрсетуі Сага оқитын мектепте болатынын, онда концерт қоятынын біледі. Асука да сол мектепте оқыған еді. Олар оны міндетті түрде келуге шақырады, бірақ Асуканың ол мектеп туралы жақсы естеліктері жоқ еді. Осыдан кейін бір қатысушы: "Мен біздің 8-ші мүшеге хабарластым. Ол мен мектептегі өнер көрсетуге міндетті түрде келемін" деп жауап берді дейді. Бірақ басқа бір қатысушы жоғарыдан келеді. Оған бұл мүлде ұнамады. Ол оның бізге еш қатысы жоқ. Ол бізді тастап кетті. Неге оны шақырасыңдар? Осы мәселе бойынша 2 жігіт ұрысып қалады. Асука кешке асқа тоңазытқыштан тамақ іздейді. Ештеңе таппаған соң азық-түлік алуға сыртқа жүгіріп шығады. Сыртта жаңбыр жауып тұр еді. Оны қорғау үшін Сага келеді. Ол қолшатыр әкеледі. Асука өте ұяң, қайта-қайта қолшатырдың астынан шығып кетуге тырысады, бірақ ол оны қайтадан ішке тартады. Ол айтқанда, Асука да олардың мұғалімі болғанын есіне түсіреді. Ол: "Сендер мектепте өнер көрсетесіңдер" дейді. "Мен оны көруге келе алмаймын" дейді. "Сага, сіздің құрметіңізге біз оны тікелей эфирде көрсетеміз" дейді. "Сіз міндетті түрде қарауымыз керек" дейді. Осы уақытта кейбір қыздар Саганы аңди бастайды, бірақ ол Асуканы ешкім көрмесін деп қолшатырдың астына жасырады. Бірақ Асука бұған өзін дұрыс сезінбейді. Ол егер адамдар қызметші қыздың осылай жақындап жүргенін білсе, әлеуметтік желіде оны сынайды деп ойлайды. Үйге келгенде олар көп бұзақылық болғанын көреді. Кейбір адамдар тіпті тас лақтырады. Осы жағдайда Кусака бірден келеді. Ол олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Ол бәріне: "Полиция бұл мәселені шешкенше жиналыңдар" дейді. Сондықтан бұл мәселені полиция шешеді. "Сендер қонақ үйде боласыңдар" дейді Кусака Асукаға. "Бір уақыт әпкеңнің үйіне барып тұр. Жалақыңды ала келесің." Бірақ Асука: "Бұл жерге жауапты менмін. Мен осында қаламын" дейді. Қонақ үйге бара жатып, Сага Асука үшін қатты уайымдады. Ол былай дейді: "Қандай жағдай болатынын білмеймін. Асукамен шын сөйлескім келген сайын, не біреу жоғарыдан келіп қалады, не өзімде оған сөз айтуға батылдық жетпейді." Осы арада 2 мүшенің төбелесіп қалғаны белгілі болды. Біреуі оқуына көбірек көңіл бөлген. Ол сертификат алғысы келді. Екіншісі топқа 100% берілмей жүргенін сезді, өйткені ол Бломның болашағы жоқ деп ойлады, сондықтан қосымша жоспарда құрып жүрген. Бірақ Сага бүкіл жағдайды бақылауға алып, бәрін сабырға шақырып, ертеңгі өнер көрсетуге назар аударыңдар дейді.
Келесі күні мектеп әкімшілігі екі мұғаліммен бірге топпен кездесуге келеді. Мұғалімдердің бірі тарих пәнінің мұғалімі еді. Ол бұрын Сагаға сабақ берген. Ол оны осындай табысты көргеніне қатты қуанады. Қалғандары Сага туралы сұрайды. Мектепте қандай болғанын білгісі келеді. Сонда ол оларға бұрын басқа болғанын, бірақ Асука есімді мұғалім келген соң, онымен танысқаннан кейін мүлде өзгеріп кеткенін айтады. Бәрі бұл қазір олардың үй қызметшісі болып жүрген сол Асука екенін біледі. Тарих пәнінің мұғалімі мұны естіп таң қалып, онымен бір рет кездестіріңізші дейді. Осы кезде Асука үйге қайта шабуыл жасаған сол қылмыскерді ұстап алған еді. Ол ешкім емес, олардың 8-ші мүшесі болып шықты. Топтан кеткеннен кейін топ мүшелері онымен байланысып тұратын. Бұл оған ұнамайтын, өйткені олар әлі де оны мазақтағысы келеді деп ойлайтын. Ол мен қазір жұмыссызбын, ал олар жұлдызға айналды деп айтатын. Осының бәрін ол ашумен істеп жүрген. Осы кезде бәрі сол жерге келіп, оны ұрса бастайды. Ол кәне полиция шақырыңдар дейді, бірақ сол сәтте өзі түсіндіреді. Мен Сага үшін кеткен жоқпын. Бұл топтың сәтсіздік екенін сездім. Сагаға да бұлымнан кетіп, басқа жұмыс тап деп айтатымын. Олармен бірге тарих пәнінің мұғалімі де бар. Ол Асукадан кешірім сұрап, аздап сөйлеседі де кетіп қалады. Бірақ Асука оған ерекше адам сияқты көрінді. Кешке 7 жігіт бірге отырып алады. Топ мүшелерінің бірі бәрінен кешірім сұрап, мен онымен байланысқа шықпауым керек еді. Қателік жасадым дейді. Барлығы Сага қандай керемет адам екенін сезінді. Ол әрдайым кінәні өз мойнына алады, бірақ шындықты ешқашан айтпайды. Бәрі топтың бүгінгі күнге дейін сақталып тұрғаны Сагаға байланысты екенін түсінді. Себебі ол бәрін біріктіріп, ең көп күш жұмсады. Осыдан кейін Сага Асукаға келіп, егер мен сені ыңғайсыз сезіндірсем, кешірім сұраймын. Бұрын өте дөрекі болдым. Сол үшін де кешірім өтінемін дейді. Асука оның алдында өзін мүлде қалып ұстайды, бірақ шын мәнінде Сага айтқан әрбір сөз оның жүрегіне жетті. Осыдан кейін 7 жігіт өнер көрсету үшін мектепке барады. Асука 8-ші мүшемен кездескенде оған, сенің сезіміңді түсінемін. Адам жеңілгенде өзін өте жаман сезінеді дейді. Ол оған сабақ беріп, егер ертең біреуге жамандық жасадың немесе теріс ойларға беріліп кеттіңге ойласаң, ең алдымен өзің өкініште қаласың. Жаның тыныш болсын десең, әрі де кеш емес. Олармен татулас. Олар сенің достарың дейді. Ол маған мұның бәрін неге айтып жатырсың? Деп сұрайды. Асука, өйткені мен де депрессиядан өттім. Бір жерден қашып кеткім келген сезімді өте жақсы түсінемін дейді. Осы кезде мектепте бұлымның өнер көрсетуі басталып кеткен еді. Дәл осы сәтте Асука мен әлгі мүше де мектепке қарай жүгіріп бара жатты. Асука артта қалып қояды, ал әлгі мүше одан жылдамырақ жүгіріп барады. Сол жерде Кинжи оны көріп, толық қолдау білдіріп, сен топпен бірге сахнада болуың керек еді дейді. Бірақ бүгін ол тек көпшіліктің бірі, қарапайым адам ғана еді. Ол сол жігіттердің бірге болған кездерін қайта-қайта есіне алады, бірақ енді оның тағдыры басқаша еді. Дегенмен ол үмітін үзбей, бұл адамдар табысты болды дейді. Кейін ол бәрімен кездесіп кешірім сұрайды. Осы кезде сертификатқа дайындалып жүрген мүше де мойындап, мен де сен сияқты сенімсіз болдым. Сол себепті қосымша жоспар құрдым. Бірақ қателескенімді түсіндім. Енді ешқандай жоспар құрмаймын, топқа 100% күшімді саламын дейді. Барлық жігіттер татуласады. Олар кездесіп қатты қуанады. Осы кезде 8-ші мүше оларға Асука жолда бір жерде қалып қойғанын айтады. Сага өзінің депрессияға түскен естеліктері мектеппен байланысты екенін түсінеді. Ол бірден оған көмектесуге жүгіреді. Ол Асуканың бір жерде қорқып, жылап отырғанын көреді. Сага келіп, оның қолынан ұстайды. Ол оны жұбатқысы келеді, бірақ дәл сол сәтте тарих пәнінің мұғалімі келіп, Сагаға адамда сені мұнда көрсе, көпшілік жиналады. Бұл үлкен оқиғаға айналады. Сен ішке кір. Асуканы мен өзім реттеймін дейді. Бұлым тобының қалған мүшелері жанкүйерлеріне қолтаңба беріп, суретке түсіпті. Біраз уақыттан кейін олар сол жерден жиналатын уақыт келеді. Сол кезде бір мүшесі, неге екені белгісіз, маған Асуканың тарих пәні мұғаліміне өте ерекше екендей көрінеді. Мүмкін махаббат хикаясы бар шығар деп сұрайды. Оны естігенде Сага қызғанып қалады. Шын мәнінде тарих пәнінің мұғалімі өте мейірімді еді. Әрі Асукамен бірге жұмыс істеген кезінен бастап бұл қыздың өте қайырымды екенін байқаған. Ол Асуканың басына бір жаман нәрсе болған шығар деп ойлаған. Бүгін ол Асуканы үйіне дейін шығарып салады. Түнде жігіттер үйге қайтып келгенде, Асука оларды көңілдендіру үшін алдын ала сол жерде тұрады. Ол оларға өте жылы пас салу жасайды. Сондай-ақ ол кішкентай торт пісіріп, тосын сый жасаған еді. Өйткені олардың осы концертте орындаған жаңа әні стримингте бірінші орынға шыққан болатын. Сага оған қатты алаңдайды. Сондықтан түнде ыдыс жуысуға көмектесіп, сәл ұялып, сенің арқаңда біз 8-ші мүшемен қайтадан дос болдық деп алғысын айтады. Асука да оған алғыс айтады. Бүгінден саған қиындық тудырдым, бірақ сен маған көмектесуге келдің. Сондықтан саған үлкен рахмет дейді ол. Ол жарыста жүгіргенде шаршап, эмоцияға берілгендей кейіп танытады. Бірақ Сага оның шын мәнінде күйзелістен болғанын түсінеді. Бірақ Асука әлсіздігін көрсеткісі келмеді.
Кейінірек, сага басқа жігіттерге барғанда, олардың Асуканы таңғалдыру үшін тосын кеш ұйымдастырғанын біледі. Олар үйді безендіріп, тамақ дайындап, сыйлықтар беріп, оған алғыс айтады. Өйткені ол олардың психикалық саулығы үшін көп еңбек етті. Ал екінші жағынан президент те Бломға риза болды. Өйткені олардың жаңа әні хит болып, бірнеше апта бойы бірінші орында тұрды. Бірақ президент, Асука неге соншалықты жақын болуға тырысты дейді. Асука бұл жағдайды жасырып өтеді. Ұлдардың психикалық саулығына қамқор болу бұл қызметшінің міндеті дейді ол. Бірақ сыртқа шыққанда президент Коусакаға Асуканың әсері тым күшті, әсіресе Сагаға дейді. Коусака Асуканы жеке шақырып, сен Сагаға тым араласып кеттің. Енді бұл сенің жауапкершілігің, абай бол. Тек кәсіби қарым-қатынаста бол, әсіресе Сагадан алшақ жүр дейді. Күнде ұлдар тосын сыйды жоспарлап, жиналыс өткізеді. Сага да ақылдасады, бірақ ол ештеңе түсінбейді. Келесі күні Сага Асуканың тамақ әкелген әпкесімен бетпе-бет кездеседі. Әпкесі Асуканың мектепке барғаннан кейін ауырып қалғанын біледі. Бұл психикалық денсаулық мәселесі. Дәл сол сәтте мектеп директоры мен тарих пәнінің мұғалімі ұлдармен сөйлесіп жатады. Өйткені олар оқушыларға мотивациялық видео түсіруге болатын. Олар Асуканы сұрағанда, директор ол туралы жаман сөз айтады. Әпкесі, ол жаман болған жоқ. Сендер оның өмірін құртып жібердіңдер дейді. Содан кейін ұлдар тарих мұғалімінен бүкіл оқиғаны айтып беруін сұрайды. Топтың бір мүшесі Асуканың әпкесіне барады. Міне, бүкіл оқиға осылай басталады. Асука жақсы мұғалім еді. Ол оқушыларға қамқорлық жасайтын. Бір оқушы шетелде оқығысы келгенде, Асука оған университет табуға көмектесті. Бірақ анасы келіп, Асуканы балағаттап, сен оны жаман жолға итермелеп жатырсың деді. Бұдан бөлек басқа мұғалімдер оған ең жас болғандықтан көбірек жұмыс беретін. Оның табиғаты бәріне көмектесуге. Ол ешкімге жоқ деп айта алмайтын, бірақ басқалар осыны пайдаланып кетті. Сосын бір тапсырма орындалмай қалса, олар оны психологиялық тұрғыда қинап, мазасын алатын. Ол соншалықты көп жүгі қалады. Бірде оқушының тесттен қалуымен бұған дейінгі шетелге кеткен оқушының анасының әрекетінен оның жағымсыз атағы кеңінен таралып кетті. Сабақта бәрі оған, сен біздің еңбегімізді зая қылдың деп жаман сөздер айтарын. Ол өте еңбекқор еді, бәріне қолдау көрсетті, бірақ соның орнына тек жек көрушілік алды. Оның жағдайын тек тарих пәнінің мұғалімі ғана түсінді. Ол бәрін соншалықты жүрегіне жақын қабылдады. Бір күні Асука мектепке келіп, содан кейін қайтып келмей кетті. Сіңлісі, ол 1 жыл бойы депрессияға қарсы дәрі ішті. Мұғалімдікті тастап, менімен бірге мейрамхана ашты деп түсіндіреді. Жігіттер Асукаға жанашырлық танытады, бірақ Сага мұны оған ешкім айтпасын. Жанашырлық білдірсеңдер, ол өзін одан сайын жаман сезінеді дейді. Содан кейін жігіттер бір сылтаумен Асукаға үйден шығуға көмектесіп, үйді безендіріп, оған тосын сый жасайды. Барлығы сыйлық береді. Тек Сага ғана Асукаға қандай сыйлық берерін соңына дейін шеше алмайды. Оның бәрін көрген Асука өзін ерекше сезінеді. Мұны менен жасырып жатырсыңдар, бірақ сіңлім бәрін айтып қойды. Сендер менің мектептегі оқиғамды біліп қойдыңдар. Бірақ не болса да бәрі жақсылыққа болды. Егер мен мұғалім болып қала берсем, сендердің бәріне қалай қызметші болар едім дейді. Ол бұл жұмысқа өте риза болып, менің атым құрағанды қайта гүлдету деген мағына береді деп түсіндіреді. Сага мұны бүгінге дейін есінде сақтап жүр. Ол кеше олардың тікелей эфирін көргенін, сол жерде Сага оған ән үшін алғыс айтқанын түсіндіреді. Бұл мотивациялық ән еді, ал ол осы шабытты сол мектептегі мұғалімнен алған. Ол Асуканың атын атамай-ақ, егер мен бүгін идол болсам, ол сол мұғалімнің арқасы деген еді. Бұл сөздер оны қатты толқытты. Сол себепті ол мектепке қарай жүгіріп барады. Бірақ депрессияның кесірінен ішке кіруге батылы жетпеді. Ол мен өте ақымақпын дейді. Бірақ Сага өзіңді ақымақ деп айтпа. Сен кереметсің. Тіпті сен ең үздіксің. Бұдан былай күшің жететінен артық тырыспа дейді. Осын айтқанда ол да толқып кетті. Барлық жігіттер оған қолдау көрсетіп, оның қаншалықты жақсы әрі ерекше екенін айтады. Бүгін Асука үшін өте ерекше күн болды. Кешке ол террасада сусын ішіп тұрған кезде, Сага келіп, кешір, мен сыйлық әкелмедім. Мен ұзақ уақыт бойы сыйлықпен сені ойладым дейді. Сосын оны өзіне жақындатып, маған ұнайсың, Асука дейді. Ол оның қолына деп жазады да, менің тарапымнан саған. Бұдан былай өзіңді ешқашан уайымға салмайсың. Маған осыған уәде бер, өйткені сен мен үшін өте ерекше адамсың дейді. Топтың бір мүшесі оларды осылай бірге көріп қалады. Содан кейін бізге Бломның жаңа әні шыққаны көрсетіледі. Ол алдыңғы әндер сияқты керемет және рейтингтің ең жоғарғы сатысында тұр. Олар сол әнді бір бағдарламада орындап жатыр. Әрі тек әндері ғана емес, сахнадағы өнерлері де көрермендердің жүрегін жаулап алды. Олар күннен күнге танымал бола бастады, ал Асука бұл танымалдылықты қатты ұнатады. Ол да осы телешоуды өз теледидарынан қарап отыр. Соңғы күндері Бломс өте бақытты болды. Олар барлық армандарына қол жеткізді. Олар, егер бүгін біз трендте болсақ, бұл тек Бломистің арқасы. Біз жанкүйерлерімізді жақсы көреміз дейді. Қызығы, олардың әні 1-ші орында трендте тұрса, Чанидің жастықтың туған күні әні 4-ші орында болды.
Бірақ бір қатысушы сәл көңілсіз көрінді. Флешбек арқылы оның кеше чатырда Асука мен Саганы көргені көрсетіледі. Сол кезде Сага оған баға беріп жатқан еді. Сол жерде Асука мен Сага кестелері қаншалықты тығыз болса да, демалыс күндері міндетті түрде кездесіп, бір-біріне мотивация беретін болып шешеді. Екеуі де бақытты көрінеді, бірақ әлгі қатысушы мұңайып қалады. Кейін тарих пәнінің мұғалімі Асукаға бір жерге кездесуге шақырған еді. Олар ұзақ уақыттан кейін кездескен соң, мұғалім, мен ол мектептегі жұмысымды тастадым. Ол жердегі қаталдықпен жұмыс істеуге көңілім соқпады дейді. Сондай-ақ ол, сен топтағы 7 жігіт туралы айтқанда, көзің бұрын студенттерің туралы айтқандағыдай жақырақ кетеді дейді. Ол әрі қарай, мен қазір еркін стильдегі мектепте сабақ беріп жүрмін. Ол әдеттегі мектептерден өзгеше деп түсіндіреді. Асука таң қалады. Ол мұндай мектептердің бар екенін білмеген еді. Сондықтан мұғалім оған бір рет барып көруді ұсынады. Ал бұл ой Асукаға қатты ұнайды. Кеште үйдегі көрініс көрсетіледі. Барлық жігіттер бір нәрсемен айналысып жатыр. Бүгін бір қатысушы отырып жылап отыр. Себебі бүгінгі викторина тәрізді бағдарламада оны басқа бір қатысушы жеңіп кеткен. Қалғандарының бәрі оны жұбатып жатыр. Екі жігіт би сайысына барып, жақсы өнер көрсеткен. Жалпы бәрінің жағдайы жақсы еді. Осы кезде президент пен Кусака келіп, Блумерден тікелей концерт өткізуге сұраныс бар. Біз оны істеуіміз керек дейді. Сосын олардың Жапониядағы туры басталғалы жатқанын, ол Токиодағы ең үлкен алаңнан басталатыны белгілі болады. Бұл жаңалыққа қатты қуанады. Олардың арманы орындалуға жақын еді. Президент Асукаға, есіңде ме, сен маған 1000 блумер жинауға шақырған едің. Қазір мыңдаған емес, бірнеше мыңдаған адам бар. Бірақ мен сенің еңбегіңе ризамын. Сен жақсы қызметші екеніңді дәлелдедің дейді. Асука мақтау сөзін естіп қуанып қалады. Содан кейін тағы бір апта өтеді. Сага мен Асука шатырда кездесіп, бір-біріне баға беріп, бір-бірін жігерлендіріп, уақыттан бірге өткізеді. Олар үнемі бос болмайтын, бірақ бүгін Асука Сагаға өзінің аптасы қалай өткенін, қандай жаңа нәрселер көргенін айтып береді. Ол блогының жетістігіне бұрын студенттерінің жетістігіне қуанғандай қуанды. Топ мүшесінің бірі де қосымша оқиды, сондықтан Асука оны жігерлендіреді. Асука, саған ең қатты не ұнайды деп сұрайды. Ол, мен видео түсіруді ұнататынмын, режиссер болғым келді. Сондай-ақ оқуды да жақсы көремін дейді. Асука, өзіңе ұнайтын іспен айналыс. Неге сол бойынша курстарға қатысып көрмейсің дейді. Асука онымен сөйлескеніне қуанышты. Дәл сол сәтте Сага келеді. Ол Асуканың топ мүшесі Нарумен сөйлесіп отырғанын көріп, қызғанып қалады. Нару, сенің қызғанып тұрғаным анық көрініп тұр дейді. Сага таң қалады. Нару, мен сендерді шатырда бірге жүргендеріңді көрдім. Маған бәрібір, бірақ егер бұл қызғанышты басқа біреу көрсе, үлкен шу шығады. Ешкім сенің қызметшінен қарым-қатынасың барын қабылдамайды дейді. Кейінірек, Сага Нару уайымдап жүргенін байқаған еді. Ол телефонынан Нару видео монтаждау мен режиссура туралы іздеп жүргенін көрді. Келесі күні кеңседе жігіттер жаңа концертті жоспарлап жатыр. Сага Наруға барып, менің ойымша сен режиссер бола аласың дейді. Нару қуанып бар күшін салатынын айтады. Жұмыс басталып кетті. Нару қосымша жұмыс істеуге мәжбүр болды. Бірақ бұл өзіне ұнайтын іс болғандықтан ол бақытты. Жаңа әнге арналған бейнебаян ересек адамдарға арналған болуы керек еді. Бұл махаббат туралы ән болатын. Нару түсірілімді жағажайда өткізуді шешті. Уақыт өтіп жатты. Сага ойлайды, біздің жолымыз болды ғой. Бұрын болашағымызды білмейтін едік. Енді біз табысты болдық. Ол, мен қорқамын. Барлығы қалайша осылай мінсіз болып жатыр. Жаман ештеңе болмаса екен дейді. Асука оған жігер беріп қояды. Сага апойғалы жатқанда басқа қатысушы Юки оларды көріп құлап қалады. Ол орнынан тұрып, мен мұны бәріне жариялаймын дейді. Ол барлық блог мүшелерін жинап, шу шығады. Барлығы Сагадан түсініктеме талап етеді. Нару сені ең жаман мүшеге ұстап алды. Ол нарыз дабылшы дейді. Сага, маған Асука ұнайды, бірақ одан артық ештеңе жоқ. Біз бір-бірімізге тек қолдау көрсетеміз. Біз кездесіп жүрген жоқпыз, жұпта емеспіз дейді. Юки, яғни сүйісуде жоқ, кездесіп жүруде жоқ па? Деп сұрайды. Басқа мүшелер таң қалады. Олар сендердің махаббаттарың өте таза, ешқандай құмарлық жоқ. Бізге де сендер, Асука екеуің ұнайсыңдар, сондықтан екеуің үшін қуаныштымыз дейді. Олар баталарын беріп, бұл құпияны сақтауға уәде береді. Музыкалық бейнебаян түсірілетін күн келеді, бірақ Кенжи келмейді. Асука жүргізуші болып келеді. Ол Кенжидің аяғы сынған. Ол 2 апта демалады. Мен сендердің жүргізушілерімін деп түсіндіреді. Ол соншалықты қатты көлік жүргізеді. Сондықтан балалар 1 сағаттық жол 5 сағатқа созылады деп ойлайды, бірақ қауіпсіздік кепілдігі жоқ. Түсірілім жағажайда басталады. Нару режиссер. Оған ұнау қиын. Кейде ол сөздердің мағынасынан кінә табады. Кейде ол күлімсіреуге қарсылық білдіреді. Маған жетілген және сексуалды керек. Түскі үзіліс кезінде Асука оларға тамақ береді. Балалар 10 жылдан кейін қайда боламыз деп әңгімелеседі. Олар Асукадан да сұрайды, бірақ мұны естігенде оның көңілі түспейді. Түсірілім қайта жалғасады. Нару жақсы ойға келіп жүгіп кетеді. Соңғы көрініс түсіріледі. Нару бар күшін салады. Қайтар жолда Асука заттарды жинайды. Сага келіп кешеге береді, болашаққа уайымдама.
егер өзің жақсы болсаң, болашағыңда жақсы болады дейді. Басқалары оларды шақыруға келеді. Фурбон дайын. Нарудың режиссерлік еткен видеосы үлкен жетістікке жетеді. Бір кезде Асука туралы айтылады. Хусака өткенде бір мәнді нәрсе айттың. Бүгін не айтасың? Деп сұрайды. Президент, ол жақсы қызметші, бірақ бәрінің өз уақыты бар дейді. Сол күні Асука Нарудың сүйікті түскі асын дайындайды. Нару үйден шығып, сыртта уайымдап тұрады. Содан кейін блоунға қиындық келгені көрсетіледі. Әлеуметтік желілерде бәрі олар туралы жаман сөздер айтып жатыр. Жанкүйерлер оларды, әсіресе Саганы жек көре бастады. Себебі жағажайда Сага Асуканың қолын ұстаған, сол сурет желіде тарап кетті. Суретті кім түсіргені белгісіз, бірақ блоунға зиян келді. Бәрінің жүрегі жараланды. Олар Сагадан сұрайды. Ол, мен өтірік айтпаймын. Маған Асука ұнайды, бірақ біз кездесіп жүрген жоқпыз дейді. Хусака, мен саған сенемін, бірақ әлем сенбейді. Ешкім сенің тазалығына сенбейді. Енді сен мұнда қала алмайсың. Бұл үйден кет дейді, бірақ Асука заттарын жинап, әлдеқашан кетіп қалған еді. Блом кеңсесінің алдында журналистер қаптап кетті. Бәрі Саганы көргісі келді, сұрақтар қойылсы келді. Үйге келгенде Сага Асуканы күтті, бірақ ол жоқ еді. Ол Нарумен ұрысып қалады. Неге оны тоқтатпадың? Дейді. Нару, оны кет деп айтқан мен едім. Бұрында саған абай бол деп ескерткенмін, бірақ сен тыңдамадың. Мен Блом үшін қажет нәрсенің бәрін жасаймын дейді. Сага Асукаға қайта-қайта қоңырау шалады, бірақ ол жауап бермейді. Содан кейін Асука кеңседе президентпен кездесіп, келісімді бұзғысы келетінін айтады. Президент кешірім сұрап, оны Бломның алғашқы концерті өтуі тиіс болған орынға апарады. Асука мұндай үлкен залды көріп, таң қалады. Президент, егер Бломның алға бастанын қаласаң, сенің кетуің қажет дейді. Ұсыныс бойынша Сага бақ алдында кешірім сұрауы керек еді, бірақ Сага қасарысып отыр. Неге мен кешірім сұрауым керек? Мен ештеңе жаман істеген жоқпын. Өзімнің кішкентай бақытымды да еленуге құқым жоқ па? Дейді. Президент мұны естіп жарайды. Қаласаң шекте қала бер. Сенің ойың түсіргенше Блом 6 адам болып қала береді дейді. Басқа мүшелер Сагаға, сенсіз біз толық емеспіз. Бұл шешуші сәт. Кешірім сұра дейді. Бірақ Нару, оны қоя беріңдер. Бізге ол керек емес дейді. Теледидар бағдарламасында тек Бломның 6 мүшесі ғана көрсетіледі. Сага тек теледидардан қарап отырады. Күндер өте береді. 3 ай өткен соң әр дыбыс Сагаға Асука келді деп ойлатады. Бірақ ол келмейді, хабарласпайды. Тринити оған, сен теріс эмоциядасың. Әлеуметтік желіден аулақ бол, әйтпесе өзіңді кінәлайсың дейді. Хусака 6 мүшеге қысқаша мәлімет береді. Жанкүйерлер саны қайтадан арта бастады. Еңбектің арқасында олар қайтадан шыңға көтеріле бастады. Кейбір мүшелер Саганың қайта оралғанын қалады, бірақ Нару ол қырсық еді. Оның қайтып келуге құқығы жоқ дейді. Бұлында жаңа ән жоқ деген уайым болды, өйткені әндерді жазатын Сага еді. Сага басқа біреудің әндері орындалатынын біліп көңілі қалады. Базарда ол Бломның маскот шоуын қоятын фестивальдің афишасын көреді. Ол үйіне барып, оны Наруға көрсетеді. Сен осы шоуға қатысуың керек. Біздің жетістігіміз осы жерден басталған еді. Жігіттер, біз сенің әндеріңді жақсы көреміз. Жаңа шабыт әкелші дейді. Бірақ Сага, мен ештеңе жаман істемедім, неге кешірім сұрауым керек? Дейді. Блом фестивальге қатысуға барады, олар келіп деп күтпейді. Сага кетіп қалмақшы болғанда, жігіттер оны тоқтатып, бүгін шын жүректен өнер көрсетейік. Мұнда ешқандай шектеу жоқ дейді. Осакада демалыс күнде рұқсат берген еді. Маскот шоуы басталады. Сага екі ойлы, бірақ ешкім оған назар аудармайды. Ол бәрімен бірге өнер көрсетіп, бақытты болады. Сага қайда барса да Асуканы есіне алады. Ол Асуканың әкесімен кездеседі. Ол оған Асуканың қазір фристайл мектебінде әрі қызметші, әрі мұғалім болып жұмыс істеп, жаңа арман іздеп жүргенін айтады. Сага қатты таң қалады. Әпкесі, ол диктофонға хабарлама қалдырды. Оны Наруға беріп кеткен дейді. Үйге берген соң Сага Нарумен осады. Неге мұны жасырдың? Нару, сен әлсіреп кетер едің. Біз сені жоғалтқымыз келмейді. Сен біз үшін әрдайым шабыт болдың. Сенің әндеріңсіз біз ешкім емеспіз дейді. Досы оған Асуканың тұратын мекен жайын береді. Сага сол жерге барады, бірақ Хусака оны тоқтатады. Сен жеңілген күйде келсең, Асука финалады. Ол, менің арманым қыздардың армандарын орындау деді. Сага бәрібір барады. Академияның сыртында ол диктофонды тыңдайды. Асука, кешір, қоштаспай кетіп қалдым. Сен мен үшін ерекше адамсың. Сенмен бірге болған уақыт өмірімдегі ең керемет сәттер болды. Сен маған шабыт бердің, абаға бердің, батылдық бердің, өзіңді бағалауды үйреттің. Сені көргенде менде жаңа құштарлық пайда болды. Мен қайтадан мұғалім боламын дейді. Ол оған сәттілік тілейді. Жаңбыр астында Сага Асуканы балалармен бірге көреді. Ол оған қарай жүреді, бірақ кейін өтіп кетеді. Ол онымен кездеспейді. Тарих пәнінің мұғалімі оған келіп, қолына қолшатыр береді. Асука мұнда бақытты. Ол балаларға гүлдей жайнауды үйретіп жүр дейді. Сага қолшатырсыз қашып кетеді. Жігіттер ашық әңгіме жүргізеді.
Нару, мен режиссер болғым келеді, бірақ бломға байланысты шетелде оқи алмаймын дейді. Екі жігіт би үйренгісі келді, бірақ бломға байланысты шектеулер болды. Сага, біз бломға 100% беріп жүрміз, бірақ өмірде басқа да маңызды нәрселер бар. Шатаспаңдар дейді. Барлығы жылай бастайды. Олар бір-бірінен кешірім сұрайды. Жігіттер, біз сені қолдауымыз керек еді. Блом үшін үндемей жүрдіп дейді. Сага, мен 100% бақытты болғым келеді. Құштарлығыңды ұстан дейді. Біреуі, неге біраз уақытқа тарамаймыз дейді. Сосын тарих пәнінің мұғалімі Асуканы ұсынған фристайл мектебінде ешқандай шектеуде ауыртпалықта жоқ екенін көреміз. Оқушылар мен мұғалімгер бақытты болды. Асукаға сабақ беру ұнады, өйткені бұл оның құштарлығы еді. Блом президентке барып, біз тарағымыз келеді дейді. Президент мұны Сагаға байланысты деп ойлайды, бірақ барлығы жоқ, біз жүрегімізден шыққан сөзді айтты. Блом үшін армандарымызды тежеп жүрміз. Әрқайсымыз өз саламызда шебер болу үшін алға жылжуымыз керек дейді. Президент, бұл сендердің таңдауларың. Ертеңнен бастап қайта жұмысқа келе аласыңдар. Сендер Бломның бір бөлшегісіңдер дейді. Кейін белгілі болғандай концерт жақында басталады, және олар тарайтындардың соңғы концертте жариялайды. Сага жабылу үшін өзі жазған жаңа әнді орындайды. Бұл ән президенттің жүрегіне әсер етеді. Косака кейін өкінбейтіндей жақсылап ойланыңдар дейді. Бірақ олар шешімдерін қабылдап қойған еді. Жігіттер дайындық жасайды. Олар соңғы концертті керемет өткізгісі келеді. Жанкүйерлерін қуантқысы келеді. Сага да сахнаға шығады. Бұл ең үлкен қуаныш болды. Джонни тобының мүшелері келіп, сендер ең үздік қарсыластар болдыңдар. Сендерсіз көңілсіз болады дейді. Жігіттер, егер бәрі жабылатын болса, жақсы болсын дейді. Олар Асука пісірген браунилерді еске алып, онымен кездескілері келеді. Шешім қабылданған соң, жігіттер өздерін жеңіл сезінеді. Барлығы Косаканың үйіне барады. Рахмет, аға. Сіз ең үздік менеджер болдыңыз. Косака ұялып қалады. Көздеріне жас келеді. Сыртта Сага жанкүйері топтың тарайтынын естіп көңілі түседі. Ол, кешіріңіздер, фотодауы менің кесірімнен болды. Мен репортерге айттым дейді. Сага, бұл сенің кінәң емес. Мен абай болуым керек еді дейді. Осы кезде Асуканың әпкесі оны көруге келеді. Бір оқушы Асуканың Блом тобымен бірге болғанын біліп қояды да, оны әлеуметтік желіде жариялағысы келеді. Тарих пәнінің мұғалімімен Асука оны тоқтатады. Мұны Блом үшін жасама. Сага қайта оралды. Олар тағы да соққыға ұшырай алмайды. Бала келсе, президент Асукамен кездесіп, Блом тобының тарайтынын айтады. Ол мұңайып қалады. Себебі ол топты кастингтен бері ұнататын. Ол, Асука, олармен бір рет кездес. Жүрегіңді тазартып ал дейді. Асука мұңайып ойланады. Кешке балалар үйге келеді. Олар Асуканы көріп таң қалады. Ол оларды шатырға кездесуге шақырады. Нару, кешір, дөрекі сөздер айттың дейді. Асука, сендер тарайын деп жатырсыңдар. Армандарыңды қуғың келеді. Бірақ Блом еше. Олардың жүрегі ауырады ғой дейді. Ол кетіп бара жатады. Бірақ балалар оның қолын бір-бірлеп қысып, рахмет, сен бізге шабыт бердің, қамқор болдың дейді. Сага шетте тұрады. Асука оған, жаңа әндер жазу қиын болып жатқанын естідім. Бірақ мен күтемін. Сенің әндерің жүректен жүрекке жетеді дейді. Ол олардың естеліктері байланысқан үйге қарайды. Косака оған концертке билет береді. Міндетті түрде келуің керек деп, рахмет, сенмен кездескенмен кейін мен жақсы адам болдым дейді. Бломның алғашқы концерті басталады. Барлығы толқып қобалжықты. Президент, бұл еместі жерге қаратпаңдар дейді. Жапонияның әр қаласындағы концертте үлкен жетістікке жетеді. Сага қайтып келген соң даудамай ұнып бола бастайды. Джонни де бір бағдарламада қолдау көрсетеді. Біз Бломды жақсы көреміз. Соңғы тур өз қалаларында өтеді. Барлығы осы күн бітпес екен. Біз әлемдік турнир жасауымыз керек деп ойлайды. Барлығы топтың тарайтынын жариялау керек болғандықтан көңілсіз. Келесі күні Сага Косака таңғы ас дайындап жатқанын көреді. Ол, бүгін маңызды күн. Ерекше нәрсе дайындап жатырмын дейді. Ол Сагаға, мен сенің әндеріңді қатты ұнатамын деп мақтайды. Сага қуанып қалады. Кеш өтетін жерде Асука шәкіртімен келеді, бірақ мен ішке кірмеймін деп билетті шәкіртіне береді. Ол тарау сәтін көруге батылы жетпеді. Ол сыртқа шығып кетеді, бірақ президент, жүрегіңді қинама. Кіру картасын алып ішке кір деп шақырады. Асука арнайы рұқсатпен концертті тамашалайды. Жігіттер керемет өнер көрсетеді. Сага соңғы деп ойлап жазған жаңа әнін орындайды. Көпшілік өте көп болды. Бұл ең керемет концерт болды. Барлығы, біз танасамыз деп ойлаған едік, бірақ жүрегіміз келіспейді деп жариялайды. Барлығы жылайды. Олар жанкүйерлерінің алдында біз армандарымызды қуғымыз келеді. Біз бұрынғыдан да жақсы болып ораламыз деп жағдайларын айтады. Сага, мен тарағым келмейді дейді. Барлық мүшелер де солай дейді. Олар армандардың қуатын болып шешіледі. Үзіліс жасаймыз, бірақ міндетті түрде ораламыз. Блом аяқталмайды дейді. Барлығы қуаныштан көз жасын төгеді. Жанкүйерлер де толқиды. Бір жанкүйер ән салады, қайта келіңдер. Сендер міндетті түрде ораласыңдар. Біз осында күтеміз. Залдағылардың бәрі бірге ән айтады. Олар осыншама махаббатты көріп, бәрі жылайды. Олар уәде береді. Байланыста болайық.
Біз міндетті түрде ораламыз. Сага Асука қасында болғанына қуанды. 3 жыл өтті. Асука әлі де сол мектепте сабақ береді. Бүгін ерекше күн еді, өйткені Блом қайта оралатын болды. Асука теледидардан шоуды көріп қуанып отыр. Сага, жаңа әннің сөздері Асука есімлі мағынасынан шабыт алған дейді. Әнді естігенде Асука Бломпен бірге өткізген уақытын есіне алады. Көздеріне жас келеді. Сага оған қоңырау шалады. Асука таң қалады. Бұл тікелей эфир емес пе? Сага, маған сенің қолың керек деп айтады деп жазады. Асука да жаңа әнге баға береді. Сага жаңа бастау үшін оның қолын ұстайды. Асука мен Саганың өміріндегі жаңа бастау басталады. Драма осы жерде аяқталады.